Сәлеметсіз бе, қадірлі көрермен? Асхана әлеміне қош келдіңіз. Бүгін мен сіздермен тіске басардың рецептімен бөлісейін деп отырмын. Тауықтың бауырынан жасалған осы тіске басар кімге болса да ұнайды. Өзі өте пайдалы ағзамызға. Әсіресе осылай дайындалған кезде дәмі өте керемет болады. Кез келген ас үйде жүрген қыз-келіншектің қолынан келеді деп ойлаймын. Комментарийда жазып отырыңыз, сіз қалай дайындайсыз? Тауықтың бауырын жақсылап жуып алғаннан кейін, осындай бір стакан сүтті құйып, кішкене күте тұрамыз. Сүт құйғанда бауырдағы жағымсыз иіс, жағымсыз дәм болса, соны кетіреді. 15-20 минут тұрғаннан кейін, бұл бауырды біз әдемілеп сүзіп аламыз. Қатты сүзудің қажеті жоқ. Сүт аздап бауырмен бірге кетіп қалып жатса, ол ештеңе етпейді. Бауырды сүзіп алғаннан кейін ет тартқыштан өткіземіз. Егер блендер болса, блендерден өткізуге де болады. Бүгін менің көмекшім қызым, ол осы ет тартқыштан өткізіп алайық деді. Бауырды алғашқысында жуып жатқан кезде, егер өті болса, алып тастаймыз. Кейде кездесіп қалатыны бар. Сондықтан ерінбей біреулеп бауырды тазалаймыз. Міне осылай ет тартқыштан менің қызым өткізіп жатыр. Енді керек заттарды дайындап алайық. Міне ет тартқыштан өткен бауырымыз, 300 грамм, жұмыртқа 4 дана, сүт 1 стакан, ас содасы, жарты шай қасық және уксус 72%, 1 ас қасық тұз және 1 шай қасық қара бұрыш қажет. Алдымен бауырдың массасына стакандағы сүтті құямыз. Енді 4 жұмыртқаны жарып саламыз. Бір ас қасық тұз және 1 шай қасық қара бұрышты салып жібереміз. Бәрін бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Араласып бәрі бірыңғай массаға айналу қажет. Енді алдымен ұнның бірінші жартысын саламыз. Іртік болмас үшін осылай аз-аздап салып, қолымыздағы инструменттің көмегімен асықпай араластырып аламыз. Осылай асықпай бәрін біртіндеп салып араластыру қажет. Осы процестің бәрі соңғы результатына әсер ететін болады. Қалған ұнды да салып жақсылап араластырамыз. Әрине, сәл-сәл шыдамдылық қажет болады және уақыт керек. Менің қызым Дина, ол маған бұрында көмектесіп жүретін, енді қазір видеоға да түсе бастады. Енді осындай кесеге 1 ас қасық су құйып аламыз. Және оған 1 шай қасық ас содасын саламыз. Ертіп жібереміз. Оның үстіне жарты шай қасық уксус қосамыз. Уксус 72%. Егер сіздің уксусыңыз 9% болса, онда көбірек құясыз. Енді кесеміздің ішіндегі сұйықтығымызды бауырдың массасына құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Міне массамыз дайын болды. Ендігі кезекте осы массаны табаға қуырып пісіретін боламыз. Ол үшін табаны отқа қыздырамыз, аздап май құямыз табаға. Дайын болған күлшелерді салатын ыдысымызда қағаз сүлгі төсеп дайындап қоямыз. Бауырдан жасалған массамызды үнемі араластырып отырамыз. Және осындай бір
кішірек ожауыңыз болса немесе үлкенірек ас қасығыңыз болса, осылай әдемілеп құйып, бауырдан жасалған күлшелерімізді қуырып аламыз. Алдымен бір беті қызару керек. 1-2 минут қуырылғаннан кейін, екінші беті де қызарады. Табаны жақсылап қыздырғаннан кейін, орташа отқа қоямыз. Астын басып қоямыз. Орташа отта осылай екі жағда қызарып, әдемі болып піседі. Дайын болған күлшелерді осылай қағаз сүлгінің бетіне тізіп қоя береміз. Артық май болса, сол қағаз сүлгіге сіңеді. Толық дайын болмаса да, мына күлшелердің иісі тәбетімізді ашып барады. Осылай видеода көргендеріңіздей, барлық массаны біртіндеп осылай пісіріп аламыз. Егер тез болғыңыз келсе, 2-3 табақ қойып, тез-тез пісіріп алуға болады. Біз тағы да бір табаны қойып, 2 табада тездетіп пісіріп алдық. Енді қаймаққа немесе майонезге чеснок, қарабұрыш қосып, соусын дайындап аламыз. Міне, күлшелеріміз дайын болды. Енді бір күлшені аламыз, оның бетіне шай қасықпен соустан жағамыз. Ал екінші күлшемен соның бетін жабамыз. Оны тарелкеге түзіп қоя береміз. Екі күлшенің арасындағы соус аздап көрініп тұрғаны қажет. Міне осылай видеода көріп отырғаныңыздай, екі күлшенің арасына осы соусты жағып шығамыз. Қонақ күтетін дастархан болсын, өздеріңіз семья мүшелері дастарханы. Осы түске басар дастарханның көркі болады және құмарыңызды қандырып, бір рахатқа бөлейді. Біз енді өте көп дайындадық, себебі қонақ күтуге дайындалып жатырмыз. Ал өзіміз үшін осылай аздап қана соус жағып шықтық. Аромат иісі керемет ас үйді жайлап кетті. Осы рецепт бойынша пісіріп жеп көріңіз. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз. Соңына дейін болғаныңыз үшін үлкен рахмет.